Ассаламу алейкум. Бүгін ариек қосылған булки дайындаймыз. Ең алдымен жылы сүтке ашқы, секер, тұз, жұмыртқа, ванилин салып, араластырып, үстіне ұн және ерітілген сары май салып, қамыр илейміз. Қамырымыз көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ариекқа сары май, секер салып, блендермен езіп, араластырып аламыз. Енді көтерілген қамырымызды алып, оқтаумен жайып, төртбұрышты етіп, енді ортасына жаңағы начинкамызды салып, екі шетін осылай бүгіп шығамыз видеодағыдай. Енді үстін оқтаумен бастырып, тағы илейміз. Енді осылай пышақпен кесіп, содан кейін қалауыңша бұрап, осылай, содан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Осымен булкилеріміз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Ас болсын.